Қалайсыздар достар? Мен Нұрсұлтанның командасында таргетологпын. Нұрсұлтанның өзінің курстарына одан бөлек проекттеріне таргет жасайтын маманмын. Таргет бойынша менде 4 жылдық тәжірибе бар. Және де 150-ден астам компанияға қызмет көрсеткен болатынмын. Жалпы таргетингте біраз тәжірибем бар. Сол себепті сіздерге осы таргет бөлімінде сабақты беріп отырмын. Енді біз сабақта не үйренеміз? Бүгінгі осы біздің таргет бөлімінде 4 түрлі модуль бар. Ең біріншіден бұл Facebook аккаунт дайындау модулі. Бұл жерде біз Facebook аккаунт ашу, аккаунтты дұрыс прогрев жасау, банға кетудің алдын алу жолдары, рекламный аккаунтты дайындау, Facebook ережелері, Facebookке толық шолу, бизнес-менеджер дайындау және де трафик арқылы реклама жасау. Осы сабақтарды өтетін боламыз. Одан кейін екіншісінде пользовательская аудитория, похожая аудитория, Instagram аудиториясы, және видео көргендер аудиториясы, және де базаны жүктеу. Егер де сізде дайын база болса, мысалы бұрыннан жинап жүрген клиенттеріңіздің номерлері, сол номерлерді жүктеп, именно сол клиенттерге реклама көрсетуге болады деген секілді сол сабақтарды үйренеміз кеттік. Одан кейін үшіншісі, бұл жерде таргетті жіберудің түрлері бар, сол түрлері үйренетін боламыз. Сообщение арқылы, трафик арқылы, генерация лидов арқылы, конверсия арқылы және де охват арқылы. Одан кейін төртінші модуль таргет жіберу стратегиялар және аналитика. Бұл жерде стратегияларда жүрген рекламаның аналитикасын жасау, клиентке аналитиканы тапсыру, РНП, одан кейін заявка, клик бағасын төмендету формулалары, рекламаны дұрыс масштабтау, бюджет көтеру сабақтарын өтетін боламыз. Толық осы программамен сіздер таныс болдыңыздар. Осы алдағы уақытта осы сабақтардың барлығын өтетін боламыз. Және де таргетті керемет меңгеріп шығады деген ойдамын. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.